Жалпы осы жылғы 2 айдың қорытындылары бойынша жалпы ішкі өнім серпіні жылдамдады. Инфляция нысаналы дәлізде сақталып отыр. Инвестициялар қайта өсе бастады, ал халықаралық резервтер тұрақты деңгейде. Осылайша жалпы ішкі өнімнің өсуі 3,5%-ке жылдамдады. Қаңтарда ол 2,9% құраған болатын. Мұндай серпін тауарлар өндірісінің өсуімен, сондай-ақ қызмет көрсету секторының өсуімен қамтамасыз етілді. Олардың жалпы ішкі өнімнің өсіміне салымы сәйкесінше 0,91 және 2,19% тармақты құрады. Инфляция деңгейі жоспарланған дәлізде сақталды. Жылдың басынан бері ол 0,8%, ал жылдық мәнде 4,8% құрады. Инвестициялар серпінінде өзгеріс болды. Егер ол өткен айда төмендесе, есепті кезеңде олардың өсуі 4,2% құрады.